Имам Мутавалла Аш-Шахравидің Әл-Хадисул Худсия кітабынан ұстаз Әкімжан Нұрланұлы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته құрметті жамағат. Бүгін Алланың қалауымен алғашқы дәрісімізді құдси хадистер жайында бастаймыз. Құдси хадистер дегеніміз бұл мағынасы Алладан келген, бірақ та сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөздерімен біздерге жеткен хадистер екен. Енді бұл біз өтейін деп жатқан кітап имам Мутавалла Аш-Шарауи рахимахулла, имам Шарауи деген ғалым кісінің құдси хадистерге жазған шархынан бастаймыз иншалла. Ең бірінші тақырып бисмиллахир-рахманир-рахим, силатур-рахм. Рахымдық, рахымшылдық деген нәрсені жаю дейді. Қала Рабб фил хадис әл-Құдси. Алла субханаху ва таала хадис құдсиде былай деп айтады. Ана-рахман, мен рахманмын дейді. Мен аса рахымдымын дейді. Халақтур-рахм, расында мен рахымшылдық деген нәрсені жараттым дейді. Ва шақақту лаха исман мин исми, және де сол рахымшылдық деген, рахымдық деген нәрсені мен өзімнің есімдерімнің бірі қылдым дейді. Мән ясилуха, кім осы рахымшылдық нәрсені өзгелерге жаятын болса, онда мен де өзімнің рахымымды ол адамға, ол пендеге төгем дейді. Ал кім сол рахымшылдық деген нәрсені өзге адамдардан үзіп қоятын болса, онда мен де өзімнің рахымымды ол адамнан үзіп қоям дейді. Ал-Хақ субханаху ва таала юриду ан натазаккара даиман аннаху яхну алейна ва ярзуқна. Аллах субханаху ва таала біз ұдайы Алланың рахман, рахим екенін біз ұдайы есте сақтау үшін осы рахым деген нәрсені өзінің сипаты қылды дейді. Себебі біз білеміз, не нәрселермен біз ризық таламыз? Ең бірінші кезекте Алланың рахымымен ризық таламыз біз. Және де бізге тәубе есігін аша береді Алла Тағала. Қараңыздар, біз мысалға бір күнә жасаймыз, тәубе етеміз. Бірақ та ол тәубені ұмытамыз да қайтадан жасаймыз. Бірақ та Алла Тағала сен мынандай нәрсені жасадың, және де оны қайталадың деп не істеп жатқан жоқ? Алла Тағала жауып қойған жоқ тәубе есіктерін. Алла Тағаланың тәубе есігі ұдайы ашық болады дейді. Ешқандай күмәнсіз Алладан асқан күш құдірет жоқ. Бізде ешбір күш құдірет жоқ, тек қана Алланың бізге берген күші ғана болмаса. Және де сөзсіз да Алла Тағала бізге сол күш қуатты беріп жатыр. Мысалға біз ойлаймыз ғой өзіміз. Мен қазір өз-өзімді ұстап отырмын. Мен өзім мынау қолды басқарып отырмын деген секілді. Біз ойлаймыз. Бірақ та оның ар жағында не жатыр екен? Оның ар жағында Алла Тағала сен сол қолыңды сенің не қылып тұр? Қозғалтып тұр да Алла Тағала. Алла Тағала күш беріп жатыр саған сол қолыңды қозғалту үшін. Сол нәрсені ұмытпауымыз керек дейді. Енді сен анаға қара дейді. Кез келген анаға қараш, бала туған. Ол бала қанша жерден бір жаманшылық істесе де, қанша жерден де өзінің анасын боқтаса да, қанша жерден жаман сөздер айтса да, ана не істейді? Айналып кеп өзінің рахымын төгеді да өзінің баласына. Көрдіңіздер ме? Ал бұл Аллаху субханаху ва таала бүкілімізді жаратқан, кез келген бүкіл ананы жаратқан. Ол кез келген рахымның үстінде тұратын рахман Алла Тағала. Және де осы рахым сипатымен қараңыздар. Алла Тағала біздің күнәміз үшін бізді не қылып жатқан жоқ? Өлтіріп тастап жоқ қой бізді. Сен мына күнәні жасадың, болды, сен бұл өмірде тұруға лайық емессің деп өлтіріп тастаған жоқ. Бұл не? Бұл Алла Тағаланың рахымы да айналып келген кезде. Және де өзінің беріп жатқан нығметінен айырып жатқан жоқ Алла Тағала. Қараңыздар,
Алла тағаланың беріп жатқан нығметі деген кезде біз не түсінеміз? Көбінесе адамдар дүниені түсінеді. Алла тағала маған дүниені бермей жатыр, демек мен Алла тағаланың рахымында емеспін деген секілді. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Алла тағаланың сізге, жалпы біздерге жай ғана мынау мұрынмен демалудың өзі, бұл Алла тағаланың бізге берген нығметі екен. Және де біз істегеніміз үшін бізді құрдымға жіберіп жатқан жоқ Алла тағала. Біз Құран оқыған кезде неден бастаймыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим дегеннен бастаймыз ғой. Құранның аяты оқылған кезде әр сүренің алдында Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенмен бастаймыз. Енді бұл не үшін екен? Бұл біздің есімізге салып отыру үшін екен. Алла тағаланың, қараңыздар, не нәрсені еске түсіру үшін? Алла тағаланың рахым есігі сен үшін әрдайым ашық дегенді. Осы нәрсені еске түсіру үшін Алла тағала жаңағы Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді біз естіп отырып, әр Құран оқыған сайын соны айтып отырады екенбіз. Және де дұға жасаған кезде не деп сұраймыз біз дұғаны? Я Раббым, бізді рахым ете көр деп сұраймыз ғой. Рахымшылдықты нәсіп ете көр бізге. Рахымыңды бізге төге көр деген секілді. Біздің күнәларымызды, біздің қателерімізді кешіре көр өзіңнің рахымыңмен деген сөздерді қолданамыз. Ол айналып келген кезде неге тіреліп тұр? Алла тағаланың ар-рахим, ар-рахман деген сипатына келіп тіреліп тұр. Енді қараңыздар, бір мысал келтірейін. Қари бар ғой. Кеше тараух өтті. Енді қариды көрген кезде адамның ішінде қандай сезім пайда болады? Қариды көрген кезде адамның ішінде бір қуаныш, сен тірі Құранды көріп тұрғандай, бір сондай қуаныш сезімі пайда болады. Бұл неге байланысып тұр? Бұл жаңағы қаридың ұдайы Бисмиллахир-рахманир-рахим деген Алла тағаланың рахымды әрі аса мейірімді екенінің әдейі не қылып тұрғаны, есте сақтап отырғаны, соны әрдайым қайталап жүргені, Алла тағаланың рахымымен тікелей байланысқан қарилар. Көрдіңіздер ме? Өйткені оның жадында не жүр? Оның ішінде Алла тағаланың Құраны жүр. Оның ішінде Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз байланып тұр сол нәрсеге. Енді біз Алла тағаланың рахымшылдығынан өзіміз алыстаған сайын біз қалай алыстаймыз Алла тағаланың рахымынан? Бір күнә істеп, бір күнә жасап, біз өзіміз алшақтаймыз ғой Алладан. Бірақ та біз ол нәрсе бізге не нәрсені әкеп соқтыру керек? Қайтадан Алла тағалаға қайтуды да. Күнә жасап қойдың ба? Аллаға қайт. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде не дейді? Сен егерде бір күнә жасап қойсаң, бір жаманшылық істеп қойсаң, сен не қыл дейді? Дәрет ал да намаз оқы дейді. Болмаса бір садақа бер жібер. Сенің жаман нәрсеңді бір жақсылық басып кетсін деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Енді Алла субханаху ва тағала әрдайым рахман, әрдайым рахим сипатында қалады. Және де Алла тағаланың рахымшылдық деген есігі ешқашанда жабылмайды. Қай уақытқа дейін? Алла тағаланың рахман және рахим деген сипаты жоқ болмайынша да. Ал біз білеміз, Алла тағаланың сипаттарының бәрі не? Әзәли. Оның бастауы жоқ, не аяғы жоқ. Демек, бұл дегеніміз Алла тағаланың сипаты, рахым деген сипаты мәңгілік екенін біз білеміз бұдан. Сен бір кез келген істі дейді, бисмилля деген сөзді бастасаң дейді, кез келген бір халал істі, Алла тағаланың рұқсат берген ісін бисмилля деп бастайтын болсаң дейді. Демек, сен біліп тұрсың, нені? Сен құл екеніңді біліп тұрсың. Ал Алла субханаху ва тағала не? Құдай. Сенің құдайың, сенің Раббың екенін біліп отырсың дейді. Осы жай ғана бисмилля деген сөздің өзі сені құл екеніңді көрсетіп тұр дейді. Және де Алла тағаланың бізге бұйырған істері бар, қандай? Мынаны істейсің, болмаса тыйымдар бар, қандай? Мынаны істемейсің деген. Енді имам Аш-Шаруи айтады, Алла оны рахымын алсын. Сен бір күнәлі іс жасап қойған болсаң, бір күнәлі іс жасап қойған болсаң, сен бір кез келген істі, басқа бір істі бисмилля деп бастаудан ұялма дейді. Кейбір кісілер бар, мен Алладан ұялам,
мен Алладан, мен мына күнәм үшін мен Алла маған ештеңе бермейтін шығар деген кісілер бар. Жоқ, имам Аш-Шаруи айтады, Алла оны рахмын алсын, сен ұялма дейді. Қандай сен күнәлі іс жасадың ба, онда сен ұялма оны. Бисмилля деп бастауға ұялма дейді. Себебі Алла субханаху ва тағала сен сол күнәңді істеген үшін сені жек көріп кеткен жоқ қой. Адамның күнәсі үшін оны жек көріп кеткен жоқ қой. Өзінің рахымын әлі күнге дейін беріп жатуға Алла тағала. Және де Алла тағала не істемеді? Мынаны қойшы деп. Сілтеп қоймады да. Мынаны қоя сал, болмайды деген секілді қоя салмады Алла субханаху ва тағала. Алланың рахымынан еш қашан күдер үзбеу керек деген келеді бұл жерде. Енді егер де сен Алла тағалаға қарсы шыққан болсаң, бір іспен, күнәлі істермен Алла тағалаға қарсы шыққан болсаң, және де Бисмиллахир-рахманир-рахим деп сен істі бастауға ұялатын болсаң дейді, жаңағы ұялам деген кісілерге арналған. Ұялатын болсаң дейді, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бір істі бастауды. Онда сен Аллах субханаху ва тағаланың әзәли сипаттары болған, әзәли есімдері болған, Ар-Рахман, Ар-Рахим, аса рахымды, аса мейірімді деген есімін сен естен шығарма дейді. Егер де ұмытып қалған болсаң, жаңағыда ұялып жүрсең, онда сен есіңе сал соны. Алланың Рахман, аса мейірімді, аса рахымды екенін есіңе салып отыр дейді. Біз барлығымыз жалпы Алланың рахымымен өмір сүреміз осы өмірде. Бүкіл нәрсе Алланың рахымымен. Тіпті Алланың өзіне сенбейтін, дінсіз де Алланың рахымымен өмір сүреді дейді. Және де біз осы өмірде бір керек нәрселерді, жаңағы дүние болсын, оның барлығын біз не арқылы аламыз? Алла тағаланың рахымымен аламыз дейді. Ал мүмін адам болатын болса, енді қараңыздар, бұл жерде не мәселе шығады? Енді мүмін адам және де дінсіз адам. Екеуі де Алла тағаланың рахымында екен. Ал бірақ та мүмін адамның дәрежесіне жоғары ғой енді. Ал сонда мүмін сонда дінсіз адаммен бірдей алады ма? Жоқ, бұл жерде имам Шаруи айтады. Ал мүмін адам осы дүниенің нығметтерін Алланың рахымымен алады, және де Алла тағала сол адам мүмін болғаны үшін оған не қосып береді дейді? Әл-барака, берекет деген нәрсені қосып береді дейді. Алла мүмін адамға берекет деген нәрсені қосып береді дейді. Оны бірақ біз байқай қоймаймыз. Берекетті қосып береді, және екіншісі мынау жүректің тыныштығын қосып береді дейді. Енді Алла тағаланың Құран-ы Кәрімде айтқан мынандай бір аят бар, Әлә бизикриллахи татмаиннул қулуб. Алланы еске алумен мынау жүректер орнықпайтын дейді деген аят бар. Енді қараңыздар, имам Шаруи айтады бұл жерде. Ең абзалы дейді осы өмірде мұсылман адам үшін Алла тағаланың сол мүмін адамға беріп қойған жүрегінің тыныштығы, оның ең абзалы ол мұсылман адамның ертеңгі қияметтегі жағдайына, мынау жүрегі орныққан кездегі оның жағдайы міне сол дейді. Ең абзалы жүрегінің тыныштығы сол дейді. Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Мүміндер туралы айтып жатыр Алла субханаху ва тағала. Егер де оларға бір қиындық келетін болса дейді, олар не айтады дейді? Расында біз Алладанбыз және де Аллаға қайтушымыз дейді. Енді олар кімдер? Улаика алейхим салаватун мир раббихим ва рахма ва улаика хумул мухтадун дейді. Міне солар Алланың салауаты болған мүміндер дейді. Және де Алланың рахмы төгілген мүміндер дейді. Міне солар нағыз тура жолдағылар дейді. Енді Алла тағаланың салауаты мүміндерге ол не арқылы жүзеге асады? Фассалату миналлахи атаур рахма вал барака. Алла тағаланың салауаты мүмін адам үшін ол Алланың рахымымен бір берекеті екен, бір кез келген істе. Вассалату минал малаика, истихфар. Періштелерден келетін салауат бізге. Ол не? Истихфар. Сен үшін кешірім тілеп отыру періштенің. Мүмін адамнан келетін салауат біздер үшін не екен? Ол мүмін адамның өзінің бауырына жасаған дұғасы екен.
Біз барлығымыз жалпы осы дүние, бүкіл кәун, Алла Тағаланың құдіретіне салғанда бұл түк емес. Біз сол нәрсені түсінуіміз керек ең бірінші очередте. Ол түк емес. Алла Субханаху ва Тағала мынау рахым деген сөзді бізге былай түсіндірді, қараңыздар. Рахма деген кезде, рахымшылдық деген кезде, сен бір жеріңді жарақаттап алған кезде не ойлайсың ең бірінші? Алла деп ойлайсың ғой. Алла деп ойлайсың ғой бір жерің жарақаттаған кезде. Енді ол жерде екінші мағына шығады, шифа деген мағына шығады екен. Енді бұл дегеніміз бір ауруға біздің мүміндердің не қылуы, Алла Тағаладан жәрдем сұрауы. Енді қараңыздар, Алла Тағала бізді ауыртпай қоятын болса, онда мүмін адам не істейді? Алла Тағаланы ұмытып кетеді дейді. Алланы ұмытып кетеді дейді. Егер де біз ауырмайтын болсақ. Демек, бұл ауру дегеніміз, бұл Алла Тағаланың рахымы емес па дейді, қараңыздар. Ауру дегеніміз Алла Тағаланың рахымы емес па дейді. Сол себептіден біз дұға жасаған кезде, имам Шариғи айтады, мынандай қылып дұға жасаңдар дейді. Аллахым, біз бір істі жасаған кезде, бізге бір үкім шығарған кезде, сен өзіңнің әділдігіңмен емес, бізді абзалдылығыңмен үкім шығаршы бізге дейді. Абзалдылықпен бізге үкім шығаршы дейді. Және де бір іс жасаған кезде, біз сол нәрсені жақсы көріп істеуімізді нәсіп етші дейді. Мынау таразы амалында, мынау көп болса екен, сауабым көп болса екен деп емес, біз сол нәрсені жақсы көріп істеуімізді нәсіп етші деп дұға жасаңдар деп бізге өсиет айтқан екен имам Шариғи. Енді осы рахым бабын иншалла тең жартысына келдік. Келесі жексенбі күні иншалла осы рахым бабын иншалла бітіреміз. Алла Тағала баршамызға пайдалы ілім нәсіп етсін. Амин. Аллахумма инна наъузу бика мин илмин ла янфа ва мин қалби ла яхша ва мин нафси ла ташба ва мин дa'вати ла юстажабу лаха. Алхамдулиллахи раббил аламин.